Сіздің балаңыздың басында су бар болатын болса не істеу керек? Біріншіден, балаңыздың бас өлшемін сіз үй жағдайында өлшеп көріңіз. Қастың үстінен және шүйденің аймағымен осы линия бойынша басын өлшейтін болсаңыз, сізде бас өлшемі шығады. Сол бас өлшемін өзінің возрастына сай ма сай емес па кесте бойынша тексеріңіз. Онда кесте интернетте толып тұр. Содан кейін екіншіден баланың неврологиялық дамуын үй жағдайында тексере аласыз. Оған арнап мен YouTube каналымда видео түсіріп қойған болатын. Сол видео бойынша сіз балаңыздың дамуын тексеріңіз. Яғни сіздің балаңыз аяғын тірей алатын болса, ішпен жатқызғанда басын көтере алатын болса, және де рефлекстері өзінің жасына сай дамып жататын болса, салмақ қосатын болса, құса бермесе, уақытылы ұйықтайтын болса, өзінің дамуына сай болатын болса, онда баланың басындағы суға уайымдаудың қажеті жоқ. Чисто наблюдениеда боласыздар, уақытылы невропатологқа қарап тұрасыздар. УЗИ-ға түс деген жағдайда повторно УЗИ-ға түсірсеңіздер болады. Так жөні жоқ, уайымдап әртүрлі препараттарды артығымен берудің қажеті жоқ. Сондықтан осы информация пайдалы болатын болса, баласы бар адамдармен осы видеомен міндетті түрде бөлісіңіздер және менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.